Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз геометрия сабағындағы үшбұрыштың ауданы деген тақырыпты қарастырамыз. Яғни геометрияда біз үшбұрышты өте көп қолданамыз. Сол үшін үшбұрыш туралы оның ауданын табу, оның іштей сызылған шеңберін, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиустарын табу, биіктігін табу деген сияқты дүниелерді жақсы үйреніп алу керек. Себебі ол алдағы уақытта бізде планиметрия, стереометрия шығарған кезде өте көп пайдасын береді. Енді бізде үшбұрыштың ауданын табу үшін ең бірінші және де ең үлкен көп қолданатын формула ол үшбұрыштың төбесінен түскен биіктікпен сол табаны мен көбейтіндісіне тең болады. Яғни, допустим, сіздерге осы үшбұрыштың ауданын тап дейтін болса, s тең 2-ден 1 ah деген формула қолдансақ болады. Бұл жерде мынау h дегеніміз мәні беріледі және оған түскен табанның ұзындығының көбейтіндісіне және де 2-ге бөлеміз. Яғни кейбір жерлерде ол бізде а көбейту h бөлу 2 деп та берілуі мүмкін. Бұл то же самое, тура екі формула бір-бірімен бірдей. Енді қараңыздар, бізге биіктік деген кезде сіздер обязательно төбеден түскен биіктік емес, ол жерде бізде мынандай да биіктік болуы мүмкін. Қараңыздар, биіктік мысалы мына жерде бізде мынау төбеден түсіп тұр ғой, а енді биіктік мына жерден де түссе болады, былай қарай оп деп бүйтіп. Сонда бик жақша болып ше. Сонда бұл өрінде, допустим, мынаны б дейтін болсақ, значит мынау hb деген сөз. Егер сендерге мынау жоқ болса, ha деген жоқ болса, бірақ hb-ны беретін болса, онда оның формуласы 2-ден 1 hb көбейту b қабырғасы. Яғни b қабырғасынан түскен биіктік. И үшінші биіктік болуы мүмкін, ол бізде қараңыздар, мынау төбесінен түскен биіктік болуы мүмкін. Допустим, ол бізде былай түссін. Сонда бұл бізде с болатын болса, яғни hs болатын болса, мынау бізде қабырға s болса, мынау hs болады. Онда оның ол биіктік арқылы табатын болсақ, біз 2-ден 1 hs көбейту с деп жаза аламыз, иә. Енді бұл жерде бізде тағы да бір новый формула қолдансақ болады. Ол формула бізде қалай есептелетінін көрейік. Яғни біз бұл екі аудан бірдей екенін білеміз ғой. Значит, мен мына тұрған оның мәндерін бір-біріне теңестірсем болады. Сонда менде жаңа бір формула шығады. Яғни қараңыздар, 2-ден 1 hb көбейту b тең 2-ден 1 hs көбейту s тең. Мынау бар ғой, еще мынау да с-ға тең ғой. 2-ден 1 HA көбейтілген A деген. HA көбейтілген A. Мынау HA, HB, HS деген не үшін жаздық түсіндіңіздер ғой. HB десе именно B-ға түскен биіктік, HS десе S-ға түскен биіктік, HA десе A-ға түскен биіктік деген сияқты. Енді бұларда бізде 2-ден 1 барлығында бірдей ғой, 2-ден 1-ді қысқартып жүреміз. HB көбейтілген B тең болады HS көбейтілген S тең болады HA көбейтілген A. Бұл жерде неге үшеу деген сұрақ пайда болса, біз просто үшіншісін алып тастай саламыз. Сонда біз hb көбейтілген b мен hs көбейтілген s арқылы новый пропорция құрастырсақ болады. Допустим, сендерге бір биіктігін береді, екінші биіктігін береді. Мысалы, мынаны біз жазайық hb деп, и мынау бізде b болады. Енді сендерге екі биіктік және бір қабырға беретін болса, екінші қабырғасын тап десе, допустим, hb бізде 4-ке тең, условно, b тең там 10-ға тең, a бізде 12-ке тең, онда HA-ны тап десе, біз онда осындай пропорция құрастырсақ болады. hb көбейтілген b, HA көбейтілген a деп. hb дегеніміз 4, b дегеніміз 10, HA дегеніміз белгісіз, a дегеніміз 12. Пропорция бойынша 40 пен 10 мен 4-ті көбейтсең 40, оны 12-ге бөледі. Сонда HA-мыз примерно сан шығады, 10 бөлу 3 деген сияқты. Яғни бұл ең бірінші золотой формула үшбұрыштағы. Биіктік көбейтілген сол биіктік түскен табан және 2-ге бөлеміз. Үшбұрышта біз всегда 2-ге бөлеміз, иә. Төртбұрыш болатын болса, біз, помните, а көбейту б, оны 2-ге бөлмейміз, өйткені төртбұрыш ол кәдімгідей 4 бұрышы бар. Ал үшбұрыш неге 2-ге бөлеміз? Өйткені по сути ол төртбұрыштың жартысы ғой, үшбұрыш дегеніміз, көрдіңіздер ме? Үшбұрыштың ауданын тап десе, онда мен s үшбұрыш а көбейтілген b бөлу 2 деп те жаза алатын едім, иә. Ал төртбұрыш болса 2-ге бөлмейміз. Вот сол үшін біз 2-ге не үшін бөлеміз деген сұрақ пайда болса, осындай жауап. Бірінші формула осы. Осы формуланы жазып қоясыздар біріншіге. Және мынау қатынасты жазып қоясыздар. Осы екі нәрсені көшіріп алсаңыздар, және бір суретін салып алсаңыздар болады.
Келесі екінші формула, яғни үшбұрыштың бізде бұл биіктігі арқылы табылатын ауданын биіктігі арқылы табамыз. Екінші, бізде енді осы үшбұрыштың табанына қатынастары арқылы. Давайте мынаны қазір біз соңына қарай қалдырайық, өйткені бас жағына кетіп қалыпты. Екінші міне мынау екінші формуламыз, ол екі қабырғаның ұзындығын берсе үшбұрышта, біз онда оның ауданын қалай табамыз? Жалпы біз үшбұрыштардың аудандарын табудың 5 формуласы бар, сол 5 формуласын сіздерге көрсетемін. Бірінші формуласы биіктік арқылы, екінші формуласы ол екі бізде қабырға береді, арасындағы бұрыш арқылы. Сонда ол s тең 2-ден 1, а мен b қабырғасы синус альфа. Допустим, мысалы, а бізде 5-ке тең болсын, b тең 7-ге тең болсын, и синус альфа арасындағы бұрышымыз 30 градус болса, мына жер 30 градус болса, онда біз оның ауданын табу үшін 2-ден 1, сол екі қабырғасының ұзындығын көбейтеміз, 5 пен 7-ні, и еще синус 30 градус деп жазамыз. Сонда ол бізде болады 2-ден 1, 35 көбейту 2-ден 1. Сонда бұл 4-тен үстінде 35 сантиметр квадрат деген сияқты. Екі қабырға берсе, обязательно арасындағы бұрышын көбейту арқылы, еще оны 2-ге бөлу арқылы ауданды табуға болады. Бұл екінші формула. Мынаны жазып аласыздар, суретін салып аласыздар. Так, мынаны бүйтіп әдемілеп қойып қояйын сіздерге. Келесі біздегі формуламыз. Үшінші формула тоже өте маңызды. Егер үш қабырғасының ұзындықтарын білсеңіздер, сол қабырға ұзындықтары арқылы біз оның ауданын таба аламыз. Және ол формуланың аты Герон формуласы. Бұл сіздерге бұл формула келеді кітапта, немесе бір есептерде, сол кезде жаттап алыңыздар. Герон формуласы деп айтатын болса, ол бізде мынандай формула. S тең түбір астында P азайту P азайту A, P азайту B, P азайту S. Яғни бұл жердегі P деген ол периметр, бірақ қандай периметр? Жартылай периметр. Мысалы, допустим, мынаған сандар берейік. 5, 6, 8. Біз бірінші жарты периметрін тауып аламыз. 5 қосу 6 қосу 8 бөлу 2. 11, 19 болып қалды ғой. Давайте мынаны 6-ға өзгертейік. Өйткені бізде ол 2-ге бөлінетіндей қалып. Енді ойдан алғаннан кейін сондай болып тұр. Так, 12, 20, 10 болады. Жартылай периметріміз 10 болды. Енді ауданды тап десе, Герон формуласы 10-ның өзін жазамыз, көрдіңіздер ме? Сосын 10-нан азайтам әр қабырғасының ұзындығын. 6-ны, тағы да 6-ны, сосын 10-нан азайтам 8-ді. Барлығын түбір астына аласыздар. Сонда S тең 10 көбейту 4, көбейту 4, көбейту 2 түбір астында. Енді бұны бізде түбір астында 16, 160, 320 болады ғой. Түбір астан енді шығарамыз. Түбір астан шығару үшін біз не істейміз? Мысалы 4 пен 4 көбейтсек, ол 4 болып шығып кетеді. 4 көбейту 4, көбейту 5, көбейту 2. Сонда жауабы тағы да бір 2 бар. 4 көбейту 8 түбір асты 5 деген жауап шығады сонда бұл жерде бізде. Жақсы ма? Герон формуласын тоже жазып алыңыздар. Үш қабырғасының ұзындығын білу арқылы да біз үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Біріншісі биіктік арқылы, екіншісі екі қабырға берсе, арасындағы бұрышын да біліп алсаңыздар, онда сол арқылы формула ауданын табуға болады. Үшінші, үш қабырғасын берсе, ол кезде біз осы формуланы қолданамыз екенбіз. Герон формуласы. Жаттаңыздар, Герон. Енді үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер арқылы табатын болсақ, бізде мынау формула. Оның екінші формуласы бізде былай. S тең PR. Мынау тура екеуі бірдей. Просто мына жерде неге мынау ұзақ болып тұр? Бізде мынау кішкентай P, ол жарты периметр деп айтып едік қой. А қосу B қосу S бөлу 2. Осыны мына жерге жазып қойған ғой міне. А қосу B қосу S бөлу 2 деп. Біз оны P-ға айналдырып жіберуге болады ғой. Сонда PR болады. Кішкентай R болса, ол бізде іштей сызылған шеңбер. Допустим, ол үшін тоже біз несін білуіміз керек? Барлық қабырға ұзындықтарын білуіміз керек. Және ішіндегі радиусын білуіміз керек. Немесе просто қабырға ұзындығын біліп алсақ, мысалы қараңыздар, 2, мына допустим 4, мына допустим 6 болсын, иә? Осы арқылы біз оның несін таба аламыздар? Периметрін. Немесе радиусын тап десе. Қалай есептейміз? Біз аудан білмейміз ғой, бірақ үш қабырғасын білгендіктен біз Герон формуласы арқылы оның ауданын тауып аламыз бірінші. P азайту A, P азайту B, P азайту S. Сонда S тең P дегеніміз үшеуінің қосындысының жартысы. Так,
4, 2, 6, 12, 6 болады. Сонда 6 көбейтілген азайту, бірінші 4-ті азайтамын, 2 шығады. 6-дан тағы да 2-ні азайтамын, 4 шығады. 6-дан 6 азайтсам, менде 0 шығып кетеді екен, иә? Значит, мына жерде бізде некорректный вопрос. Давайте мынаны сол үшін 8-ге өзгертейік. 8-ге өзгертсек, мынау 8 болады. Онда мына жақтағысы басқаша болады. 8, так, 14, 7 болады, иә? Мынау периметр ұзындығы аз болып қалды. Мен мынаны ойдан алғаннан кейін көрдіңіздер ме, сандар дұрыс болмай қалды. Давайте мен басқа сандарға, үлкендеу сандар алайын. 10, 12, допустим, мынау да 10 болсын. 10, 12, 10. Қанша болады? 10, 12, 10, 32, 16 болады екен. 16 жазам, 16-дан 10 азайтам, 6 жазам, 16-дан 12 азайтам, 4 жазам, 16-дан 10 азайтам, 6 жазам. Осыны түбір астына аламыз. Так, 6 мен 6 түбірден просто 6 болып шығып кетеді. 16 түбірден просто 4 болып шығып кетеді. И 4 түбірден просто 2 болып шығып кетеді. Сонда жауабы 24-48 сантиметр квадрат. Бұл барлық үшбұрыштың несі? Полный үшбұрыштың ауданы. А маған нені тап деді? Радиусты тап деді, иә? Радиусты тап деді. Енді мен бұның ауданын бөлек геron арқылы тауып алдым, иә? Енді мына формулаға қоятын болсам, қалай болады? S тең PR, осы жерден радиусты табатын болсам, S менде 48, Q жартылай 16 және радиусын тап десе 48-ді 16-ға бөледі екенбіз. Немесе 16 нешеге көбейтсеңіздер, 48 ол 3-ке. Сонда міне бізде радиусы 3-ке тең болады. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін біз S тең PR деген формула қолданамыз. Осы формуланы жақсылап жазып алыңыздар, 4-ші формула. 5-ші формула үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің ауданын тапсақ қалай болады екен? Мына жерде аудан именно үшбұрыштікі. Допустим, бұл жерде де радиусты тап деп тұр. Тура осы мәндерді алайықшы. 10, 10, 10, 12. Тура герон формуласымен біз тағы да ауданын тауып аламыз. Біз жаңа ауданын тауып алдық. Герон формуласы арқылы 8 сантиметр квадрат болды, иә? Басқа мәндер алсаңыздар, конечно же, ауданы басқаша. Енді мына жердегі формуланы жазамыз. ABS 3 қабырғасын көбейтіп, 4 радиусқа бөлеміз. Бұл жерде радиусты тап деп тұрғандықтан, радиус пен аудан тура бір-біріне пропорционал болғандықтан, радиус тең ABS 4 көбейту S деп жазамыз. То есть орындарын ауыстыра салады бұл жерде. Енді 3 қабырғасын көбейтем оны 12-ге, көбейтем оны 48-ге. Қысқартамыз енді. 12 мен 48 қысқарады 4 болады, иә? Үсті 100 болады, асты 16 болады. Екеуі 4-ке қысқарады, 25 бөлу 4. Сонда оның радиусы бізде 6,4-тен 1. Немесе 4-тен 1 десе, ол үтір 25 сантиметр біздің радиусымыз екен. 6,25, е? Мына формуланы жазып алыңыздар, суретін салып алыңыздар. Енді мысал есептер. Мына жердегі формуланы қалдырып кетіп едік қой. Енді мынаны қарайық. Егер үшбұрыштың қандай да бір бөлігінің ауданын тап десе, мысалы, ABS деген бізде үшбұрыш қой. Осының ABD деген үшбұрыштың мынандай ішінен тағы да бір үшбұрыш пайда болса, осындай, осының ауданын тап десе, біз онда былай шығарсақ болады. Бұның ауданының өзінің табанына қатынасы тең болады мынаның ауданының өзінің табанының ұзындығының қатынасына. Бұл жерде де енді мысалмен шығарған тиімдірек болады. Допустим, мынау 30 болсын. Мынау 5 болсын. Мынау бізде онда, допустим, 120 болсын. Онда мынаның ұзындығы қанша десе. Аяққа сап қойып, соңынан бүйтіп. Мынаның ауданы 30 сантиметр квадрат. Мынаның ұзындығы 5 дедік, 5 дедік. Мынаның бізде ауданы 120 сантиметр квадрат, ал табаны белгісіз. Онда біз мынаның ауданының табанына қатынасы, мынаның ауданының өзінің табанының қатынасына тең болу керек. 30 бөлу 5 тең болады 120 бөлу x. Енді ол жерде пропорциямен x тапсақ, 5 көбейту 120 бөлу 30. Сонда ана екеуі қысқарады 4 көбейту 5 20 сантиметр болады. Сонда мынаның табаны 20 сантиметр. Допустим, тағы да бір мысал. Мына жердің ауданы 20, табаны 2 болса, мынаның табаны 6 болса, мынаның ауданы қанша болады? Енді мұқият тыңдап алыңыздар.
Мынаның табаны мынадан 3 есе кішкентай болса, мынадан 3 есе кішкентай болса, значит, ауданы да мынадан 3 есе кішкентай болады. Или наоборот, мынаның табанның ұзындығы мынаның табанның ұзындығынан 3 есе үлкен ғой. Значит, мынаның ауданы мынадан 3 есе үлкен болу керек. Мынау, значит, 3-ке көбейтемін 20, мынаның ауданы 60 болады. 20 бөлу 2 ол тең 60 бөлу 6. Екеуіне де 10 шығады, көрдіңіздер ма? Тағы да түсіндіремін. Допустим, мына жақта мысалы 3 болсын. Мынаның ауданы 21 болсын. Мынаның табаны, мысалы табаны 5 болатын болса, мынаның ауданы қанша болады? Бұл жерде енді 5 3-тен бізде там 2 есе 1 есе деп айта алмаймыз ғой. Сол үшін бұл жерде егер мынандай нечетный сандар шықпаса, кәдімгідей мынау пропорция арқылы шығарамыз. То есть қалай? Мынаның ауданын өзінің табанына бөлеміз, мынаның ауданын өзінің табанына бөлеміз. 21 бөлу 3 тең болады x бөлу 5. X тең сонда 21 мен 5-ті көбейтіп 3-ке бөлсем 35 шығады. Аха, сонда мынаның ауданы 35 болады. Ал егер мынандай үшбұрыш берсе, там асты 3, ауданы 10 болсын, мынаның табаны там 9 болса деген сияқты. Мынаның ауданы мынадан 3 есе үлкен ғой, значит, мынаның ауданы мынадан 3 есе үлкен болу керек, значит, бұл 30. Или наоборот беру мүмкін. Мынау мысалы 30 болуы мүмкін, мына жер x болуы мүмкін. Мынаның табан ұзындығы мынадан 3 есе үлкен ғой. Значит, 30 да мынадан 3 есе үлкен болып тұр, мынау, значит, 10 болады деген сияқты. 3-ке наоборот бөлеміз. Жақсы ма? Сол табанына тікелей байланысты. Енді табан обязательно былай тұрмауы мүмкін. Бізде табан мысалы былай да тұруы мүмкін. Мысалы былай беруі мүмкін сендерге есепті. Шатастырып ше. Мысалы мынаның табаны 3, мынаның табаны там 12. Мынаның ауданы 10 болсын. Онда мына жердің ауданын тап десе. Көрдіңіздер ма? Мына жердегі уже мынау табан рөлін атқарып тұр ғой. 12 3-тен 4 есе үлкен, иә. Значит, ауданы да 4 есе үлкен болу керек. Мынаның ауданы, значит, қанша болады? 4-ке бөлсем, мынаның ауданы 40 болады екен. Окей, енді есептер шығарайық. Так, бізде мысалдардан қарасақ, міне бірінші мысал. Үшбұрыштың биіктігін берген. Бір қабырғасы 16, ал оған түскен биіктік 14. Міне бір қабырғасы 16, и оған, значит, мына төбеден түседі былай биіктік. Биіктік арқылы ауданын табуды үйрендік. 14 көбейту 16, еще 12-ге бөлуді ұмытпаңыздар. 7, 70 қосу 42, 112 сантиметр квадрат бітті. Келесі. Мынаның ауданы 4, табаны 3. Мынаның табаны 9, значит, мынаның ауданы қанша болады? Мынадан 3 есе көп, значит, мынадан 3 есе көп болу керек. Бұны наоборот 4-ке көбейтсем, мынау 12 деген сан шығады екен, иә. Үшінші мысал. АВС үшбұрышы берілген екен. АВС. ВС бізде қараңыздар 20 сантиметр. АФ бізде 16 түбірасты 2 сантиметр. Және Б бұрышы бізде 45 градусқа тең. Көрдіңіздер ма? 2 қабырға ұзындығы бар, оның арасында бұрыш бар, значит, S тең 2-ден 1. АБ синус альфа деген формула қолданамыз. 2-ден 1, 16 түбірасты 2, және 20 синус 40 градуста ол түбірасты 2 бөлу 2-ке тең. Түбірасты 2 мен түбірасты 2-ні көбейтсем 2, ол астында 2 мен қысқарып кетеді. 2 мен 16 қысқарады 8, 8 бен 20 көбейтіледі 160 сантиметр квадрат болады екен. Келесі. 3 қабырғасы беріліп тұр, ауданын тап дейді үшбұрыштың. Мынау 11, мынау 12, мынау 13. Қандай формула қолданатын едік? 3 қабырғаны білсек, Герон формуласын қолданамыз. S тең жартылай периметр азайту А, азайту Б, азайту С. Оның барлығын түбірасына аламыз. Сонда S тең бізде үшеуін қоса және 2-ке бөлем. Өйткені бұл П именно жартылай периметр. Сонда 11 қосу 12 қосу 13 бөлу 2. Так, 36 2-ке бөлсек 18. Сосын 18 бірінші өзін жазып қоясыңдар. Сосын барып 18-ден бір қабырғасын азайтамын. 7, екінші қабырғасын азайтамын. 5. И 18-ден 12 азайтамын. 6 болады. Сосын барлығын түбірасынан шығарасыздар. Егер шықпаса, лайфхакпен шығарайық. 18 дегеніміз ол 2 көбейту 3 көбейту 3 дегенді білдіреді ғой. Сосын 7 бар, 5 бар, 6 дегеніміз ол 2 көбейту 3. Осылай бейіштерді жіктеп аламыз. 2 мен 2 көбейтілсе, ол 4 қой, 4 түбірден 2 болып шығып кетеді. 3 пен 3 көбейтілсе, 9, ол түбірден 3 болып шығып кетеді. Так, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті, кетті. Мыналар бізде қалады. Олар түбірден шыға алмайды. 35, 35-ті 3-ке көбейтсек, 105. Сонда 6 түбірасты 105 деген сан шығады.
немесе калькулятормен есептейсіңдер. Так, үшбұрыштың периметрі 28 дейді. Периметр 28 сантиметр. Радиусы іштей сызылған, именно іштей сызылған. Яғни үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы мынау, иә, 4-ке тең. Олай болатын болса, үшбұрыштың ауданын тап дейді. S тең кішкентай PR. Бұл жердегі S-ті табу үшін жартылай периметр мен радиус бар. Екеуін көбейте саламыз. Мынаны просто 2-ке бөлем. Өйткені бұл полный периметр, а маған жартылай периметр 2-ке бөлем 14 болады, иә. И оны 4-ке көбейтсем 26 шығады екен, иә. Келесі есеп. Енді үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің екі қабырғасы 8 және 8 түбірасты 3 дейді. 8 және де тағы да мынау 8 болу керек негізі, иә. Қателесіп кеткен. Мына жері 8 болу керек. Өйткені екі қабырғасы 8 деп тұр ғой. И бір қабырғасы 8 түбірасты 3. Ал үшінші қабырғасы оған сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Үшбұрыштың екі қабырғасы 8 см және 8 түбірасты 3 см. Ал үшінші қабырғасы оған сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең дейді. Жоқ, мына жер дұрыс екен. Мына радиус болып береді екен. Олай болатын болса, біздегі үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Бұл үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер болғандықтан А көбейту В көбейту С бөлу 4 радиус дейміз. Енді бұл жерде бізде құйтырқымен берген есеп. S тең А дегеніміз, допустим, 8. 8 түбірасты 3 екінші қабырғасы. 2 қабырға деп осы екеуін айтып тұр екен ғой. Мен 8, 8-ден екеуі 8 бе деп ойлап қалдым. Көбейту үшінші қабырғасы радиус деп тұр, иә, міне. Оған үшінші қабырғасы сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең деп тұр. Мынау радиус пен радиус тең дейді. Онда Р деп қоя саламыз үшінші қабырғасы. Астында 4 Р дейміз. Сонда Р мен Р не істейді? Қысқарып кетеді да, 8 мен 4 қысқарып кетеді да, 2 8-ге көбейтілсе 16 түбірасты 3 см ауданы шығады екен. Так, сонымен есептер бітті. Келесі бөлімде біз тест және де бұған күрделілеу есептерді шығаруды көрсетемін. Осының барлығын дәптерге конспект ретінде жазып алыңыздар. Жалпы 5 формула және де бір формуламыз ол ауданның табанға қандай тікелей әсерін беретіндігін, яғни қатынасты екендігін түсіндірдік. Үшбұрыш өте маңызды, сол үшін дәптерге толық жазып алыңыздар.